Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге дәмді тағам каналы. Сіздерге бүгін қойдың құйрық майынан жасалынатын керемет салыны жасап көрсететін боламын. Ең алдымен майымызды жуып, жақсылап 6 бөлікке бөліп аламыз. Енді ол сіздің майыңыздың салмағына қарай. Менде бұл жерде 1 килограмм май. Енді майдың негізі холестерин мөлшерін көтеріп, жүрек қан тамырларының ауруына алып келеді деген пікірлер көп. Дегенмен де адам ағзасына майлар керек екенін де ұмытпауымыз керек. Майлар адамға көп энергия беретін тағам болып табылады. Майларымызды осылай бөліп аламыз бөліктерге. Бұл енді біздің тұздауымызға ыңғайлы болу үшін. Және де ыдысымызға салып, салқын суымызды құйып, өзіңіздің керек мөлшеріңізде тұз салып, жай отта 20 минут пісіріп алатын боламыз. Осылай етіп піскен майымызды суытып алып, енді бұл жерде бізге тек керегі тұз, қара бұрыш, сарымсақты үккіштен өткізіп, ұсақтап аламыз да, барлығын жағып, жақсылап жағып шығамыз майымызға. Адам ағзасы майларды ертіп, олардан өзіне керекті заттарды құрастырады негізі. Ал ол заттар ісіктерді басады, оларға қарсы күреседі. Майлар жыныстық гормондардың синтезін іске асыруда да рөл ойнайды. Яғни, майды жасөспірімдерге қажетті мөлшерде беріп тұруымыз керек. Әрине, енді тым көп мөлшерде берсеңіздер, жүрек ауруларына салмақ қосуға әкеліп соғады. Бірақ тым аз мөлшерде де немесе жемей қалуға болмайды. Майды өзінің мөлшерімен жеп тұру керек. Егер май жемей қалсақ, ағзамыз энергиясыз қалады деген сөз. Май болмаса, витаминдер қорытылмайды, гормондар мөлшері азаяды. Осылай етіп дайын болған майымызды жақсылап барлығын жағып араластырып, мен енді бір түнге холодильникке салып қойған болатынмын. Дайын болған майымызды ертеңнен алып осылай бөлшектерге бөліп дайындап алдым. Мен енді ұнтақталған қызыл бұрышқа емес, менде балдар жейтін болғандықтан оны паприкаға араластырамын қазір. Майлар негізі бұлшықеттердің регенерациясын жоғарылатады. Май болмаса, бұлшықеттердің регенерациясы төмендейді екен. Сондықтан мен балдарға беруге жөн көрдім. Осылай етіп, пайдалануымызға ыңғайлы етіп, барлығын турап аламыз да, енді паприкаға бір-бірлеп барлық жеріне тиетіндей етіп, айналдырып жағып шықтым. Және де ең жақсы жері таңертеңгі мезгілде, қазір енді сабақ мектеп уақыты басталғаннан кейін, осындай етіп әдемілеп барлығын паприкаға айналдырып аласыздар. Мектеп уақыты басталғандықтан таңертеңгі мезгілде нанмен қосып, балдарға сабаққа жеп кетуге өте жақсы энергия беретін, жақсы тағам болып есептелінеді. Барлығыңызға осылай дайындап қоюларыңызға кеңес беремін. Енді мөлшерін өздеріңіз қарайсыздар қалай беретінін. Жаңа айтып кеткендей, көп те аз да жеуге болмайды. Бізде осындай жақсы колбасаның, шұжықтың немесе басқа да зиянды тамақтарға қарағанда өте пайдалы, жақсы, жеңіл ас. Менімен бірге видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздерге бір пайдам тисе мен өте қуаныштымын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.